Сәлем достар, бүгін бізде Pascal тілінен 5-ші сабақ. Біз алдыңғы сабақтарда if, then, else, div, mod деген операторларды үйрендік. Осы сабақтарда сол тақырыптар бойынша есептер шығарамыз. Біздің бүгінгі шығаратын есептеріміз жұп немесе тақ деген есеп, және де үлкен, кіші, тең деген есептер. Енді бұл есептер жалпы информатика бойынша жарыстарда көп кездеседі. Өзімнің басымнан да өткен бұл есептер. Енді мен сіздерге осы есептердің шығарылуын көрсетемін. Біз енді программды бастаймыз. Бірінші есеп ол бізде жұп немесе тақ деген есеп. Айнымалар жазамыз. Var a, b, c айнымалысы керек болады. Бізге integer типі және де begin, end сразу жазып кетеміз. Енді write-ln мына жерге не деп жазамыз? Сан деп жазайықшы. Сан. Так, тоқта. Read. Вот бізде келесі if айнымалысымен бастаймыз енді келесісін. Бізде с айнымалысы керек емес екен. Даже b да керек болмайды осы. b да керек болмайды. А дейміз. Енді бастаймыз, осы жерде қызық. А mod 2 тең 0. Бұл бізде жұп және жұп немесе тақ есебінің жазылуы осылай. Then write-ln бұл бізде жұп болады. Қазір жазып кетеміз барлығын. Else write-ln бұл бізде тақ болады. Енді қазақша шрифтке ауысып тақ дейміз. Сосын мынау жұп болады. Енді қараймыз. Сан дейді. 4 дек жұп, 1 дек тақ. Енді ірілеу сан жазайық аздап. 453 тақ, 888 жұп. Қараймыз, жұп. Барлығы дұрыс жасап тұр. Осы есеп жалпы жаңағы жарыстарда өте көп кездеседі. Көбінесе кішкентай класстарға көп кездеседі. Келесі бізде есеп ол үлкен, кіші немесе тең деген. Жалпы жаңағы не ғой? Салыстыру, есептерді салыстыру. Бұл жерде газ кетірейік, одан да қайтадан жазайық барлығын. Қандай айнымалар болады? С ма? Или жоқ? Екі айнымалы болады бізде. Мына жерге сосын бірінші сан дейміз. Одан кейін write-ln екінші сан read b. Так, енді мына ln-ді алып тастайық, себебі бізге қатар-қатарына кету керек емес бұл жерде. Бірінші if-тен бастаймыз. If егер бізде a үлкен b-дан болып жатса, бұлар жазамыз. Then write-ln a үлкен b-дан дейміз. Жалпы мына if, then, else операторларында if жазған кезде else-ті жазбай кетуге болады. Ол үшін then-нен кейін мынандай нүктелерді қойып кетеміз. Келесі тағы да жазамыз. Осыны копировать етіп жаза қоямыз. Келесі жолға тағы да сосын мына жерге былайына ең соңғысы бізде тең қалды. Мына былай болады, ал мынау
тең болады. Енді қараймыз. Бірінші сан бізде кіші сан бола берсін, 5 болсын. Ал мынау 8 болсын. А үлкен Б-дан. Бұл дұрыс. Қазір міне бірінші сан бізде 5 болды, екінші сан 8 болды. А үлкен Б. Мынаған сосын А деп көтейік. Б. Қазір енді тағы көреміз. А саны бізде 120, 12 дейікші, сосын 66. А үлкен Б-дан. Енді тең қылып көрейік. 24 тең. Барлығын дұрыс жасап тұр. Мына жерде енді кіші қылып көрейік. 64 8. А үлкен Б-дан. Осы есептер енді жарыста да өте көп кездеседі. Мен сіздерге осы екі есепті ғана көрсеттім. Енді осымен видео аяқталды. Видеоны лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.